Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі талқылайтын тақырып гиполипидемиялық препараттар. Гиполипидемиялық дәрілер қанда холестерин мен триглицеридтердің жоғары деңгейін төмендету үшін қолданылады. Олардың негізгі мақсаты инфаркт пен инсульт сияқты жүрек қан тамырлары асқынуларының алдын алу. Липидтер ағзаға тағам арқылы түседі, немесе май тіндеріндегі қорлардан босап шығады, немесе эндогенді түрде синтезделеді. Алайда олардың суға ерімейтін табиғатына байланысты холестерин мен триглицеридтер қан плазмасында жеке күйде тасымалдана алмайды. Сондықтан олар липидтер мен ақуыздардан құралған ірі кешендер липопротеиндер құрамында тасымалданады. Липопротеиндердің негізгі 4 түрі бар. Олар хеломикрондар, тығыздығы өте төмен липопротеиндер, тығыздығы төмен липопротеиндер және тығыздығы жоғары липопротеиндер. Олар липид құрамына қарай, тығыздығына қарай, сонымен қатар ақуыз құрамына және функцияларына қарай ерекшеленеді. Тығыздығы жоғары липопротеиндер артық холестеринді қан айналымынан бауырға жеткізіп, оның ыдырауына және ағзадан шығарылуына мүмкіндік береді. Нәтижесінде атеросклероздың даму қаупі төмендейді, өйткені тамыр қабырғаларына холестерин жиналмайды. Ал қалған 3 түрі хеломикрондар, тығыздығы төмен липопротеиндер және тығыздығы өте төмен липопротеиндер керісінше холестерин мен триглицеридтерді бауырдан шеткері тіндерге тасымалдайды. Егер олардың деңгейі жоғары болса, бұл липидтердің тамыр ішіне шөгуіне, бляшкалардың түзілуіне және жүрек қан тамыр ауруларының қаупінің артуына келеді. Осылайша, тығыздығы жоғары липопротеиндер қорғаушы липопротеин, ал тығыздығы өте төмен липопротеиндер және хеломикрондар атерогенді липопротеиндер ретінде қарастырылады. Тамақпен түскен холестерин мен триглицеридтер шекте хеломикрондарға жинақталады және лимф арқылы қан айналымына түседі. Қан тамырларында липопротеин липаза әсерінен хеломикрондардағы триглицеридтер перифериялық тіндерге май тіні бұлшықетке босатылады, нәтижесінде хеломикрон қалдықтар түзіледі. Бұл қалдықтар кейін бауырға келеді. Бауырда хеломикрон қалдықтары эндогенді холестерин мен триглицеридтермен бірігіп, тығыздығы өте төмен липопротеиндерге айналады. Тығыздығы өте төмен липопротеиндер қанға бөлініп, триглицеридтерін перифериялық тіндерге береді. Нәтижесінде аралық тығыздықты липопротеиндер кейіннен тығыздығы төмен липопротеиндер түзіледі. Тығыздығы төмен липопротеиндер негізгі қызметі холестеринді бауырдан шеткі тіндерге тасымалдау. Шеткі тіндер мен тамыр қабырғасындағы артық холестерин жоғары тығыздықты липопротеиндермен байланысып, кері бауырға тасымалданады. Бұл процесс кері холестерин тасымалы деп аталады. Бауыр холестериннен өт жасайды. Холестериннің бір бөлігі өттің құрамында нәжіспен ағзадан шығарылады, ал қалған бөлігі ішекте кері сіңіріліп, бауырға оралып, қайта өңдеуге түседі. Гиполипидемиялық терапия хеломикрондардың тығыздығы өте төмен липопротеиндер мен тығыздығы төмен липопротеиндер деңгейін азайтып, тығыздығы жоғары липопротеиндердің деңгейін арттыруға бағытталған. Қазіргі кезде қолданылатын гиполипидемиялық дәрілердің әсер ету механизмдеріне мыналар жатады. Олар холестерин немесе липопротеин өндірілуін тежеу, ішектен холестериннің сіңірілуін тежеу, холестерин шығарылуын күшейту үшін өттің қайта сіңірілуін тежеу және липопротеиндердің ыдырауын ынталандыру. Статиндер гиполипидемиялық емнің алғашқы таңдалатын тобы болып саналады, өйткені олар бауырдағы холестерин синтезін тікелей тежейді. Бұл дәрілер HMG-CoA редуктазаға бәсекелі түрде бөгет жасайды. Холестерин биосинтезіндегі жылдамдықты шектейтін негізгі фермент. Гепатоциттердің ішкі холестерин қоры азайған кезде, бауыр жасушалары өз қажеттілігін өтеу үшін
қан плазмасындағы тығыздығы төмен липопротеиндерден холестеринді белсенді түрде сіңіреді. Нәтижесінде плазмадағы тығыздығы төмен липопротеиндер деңгейі төмендеп, атерогенді жүктеме азаяды. Статиндерді түнгі уақытта қабылдаған дұрыс, себебі холестерин синтезі көбіне түнгі уақытта аштық кезінде жүреді. Ең жиі кездесетін жана мәселелеріне бұлшықет ауруы, миалгия және сирек жағдайда рhabdomyolis сияқты бұлшықет зақымдануы жатады. Олар ауыр физикалық жүктеме кезінде күшеюі мүмкін. Сонымен қатар статиндер диабеттің жаңа дамуына аздап ықпал етуі мүмкін және бауыр ферменттерінің жоғарылауына, сирек жағдайда клиникалық маңызды гепатоуыттылыққа әкелуі ықтимал. Гиполипидемиялық терапияның тағы бір маңызды класы өттің қайта сіңірілуін тежейтін дәрілер. Физиологиялық жағдайда 12 елішекке түскен өт қышқылдарының шамамен 95% қайтадан қанға сіңіп, бауырға оралады, ал нәжіспен шығарылатын 5% өт қышқылы бауырда жаңадан синтезделген өтпен толықтырылады. Өтке байланысатын шайырлар жіңішке ішекте теріс зарядталған өт қышқылдарына жабысып, олардың қайта сіңірілуіне жол бермейді. Осылайша олардың шығуын күшейтеді. Нәжіспен өт көп шығарылған сайын бауырда холестериннен жаңа өт қышқылдарын синтезі жоғарылайды. Осы процестің салдарынан гепатоциттер ішкі холестерин қорын көбірек жұмсайды және плазмадан тығыздығы төмен липопротеиндерді белсенді түрде тартып алады. Бұл қандағы холестерин деңгейінің төмендеуіне әкеледі. Бұл дәрілерді тағаммен бірге қабылдау тиімді, себебі өт секрециясы тамақтан кейін артады және препараттардың әсері күшейеді. Жиі байқалатын жанама әсерлеріне жүрек айну, метеоризм, іштің түйілуі және іш қату жатады. Сонымен қатар өт қышқылдарының байланып шығуы майда еритін дәрумендердің сіңірілуін төмендетуі мүмкін. Ал бауырда жаңа өт қышқылдарының синтезі күшейгендіктен бауыр ферменттерінің белсенділігі де артуы ықтимал. Эзотимип ішектен тағамдық және өт холестериннің сіңірілуін бөгейтін селективті препарат болып табылады. Ол өт қышқылдарының айналымына әсер етпей, ішек эпителийіндегі NPC1L1 тасымалдаушысын тежейді. Нәтижесінде қанға өтетін холестерин мөлшері азаяды. Препаратты тамақпен бірге қабылдау оның әсерін күшейтеді, себебі тағам холестериннің ішке түсуін арттырады. Эзотимиптің жана мәселелері салыстырмалы түрде жеңіл, бірақ жиі байқалатындарына шаршау, диарея, бас ауру, ринорея, тамақтың ауырсынуы, дененің ауруы жатады. Сирек жағдайда айқынырақ жанама реакциялар болуы мүмкін. Фибраттар механизм жағынан мүлдем басқа классқа жатады және PPAR альфа рецепторларының агонистері болып табылады. PPAR тағамдық май қышқылдарының липопротеин алмасуына гендік деңгейде қалай әсер ететінін реттейтін транскрипциялық фактор. PPAR альфа белсенуі бірнеше маңызды метаболикалық нәтижеге әкеледі. Бірінші, липопротеин липаза белсенділігін күшейтіп, триглицеридке бай бөлшектің, әсіресе тығыздығы өте төмен липопротеиндер мен хиломикрон қалдықтарының ыдырауын жылдамдатады. Тығыздығы өте төмен липопротеиндердің өндірісін төмендетеді. Осылайша триглицеридтер деңгейін айқын азайтады. Және аполипопротеин А1 синтезін күшейту арқылы тығыздығы жоғары липопротеиндердің деңгейін арттырады. Фибраттарды әдетте тамақтан бұрын қабылдау ұсынылады, өйткені бұл олардың биожетімділігін жақсартады. Жиі байқалатын жана мәселелеріне ас қорыту бұзылыстары, іштің ауруы, шаршағыштық, бас айналу, аяқ бұлшықеттерінің құрысуы және қан креатині деңгейінің жоғарылауы кіреді. PCSK9 тежегіштері PCSK9 ақуызына жоғары таңдамалықпен байланысып,
оның әсерін бұғаттайтын моноклоналды антиденелер. PCSK9 әдетте гепатоциттердің бетінде орналасқан TTL рецепторларының лизосомалық ыдырауын күшейтеді. Сондықтан, оның белсенділігі жоғарылаған сайын жасушаға TTL сіңіру қабілеті төмендейді. PCSK9 шешілген кезде TTL рецепторлары бұзылмай, жасуша бетінде ұзақ сақталады, және олардың саны айтарлықтай артады. Соның нәтижесінде бауыр қандағы тығыздығы төмен липопротеин бөлшектерін белсендірек сіңіреді. Бұл плазмадағы тығыздығы төмен липопротеиндердің деңгейін күрт төмендетеді, кейде статиндермен салыстырғанда анағұрлым күшті әсер береді. Бұл препараттар ауыз арқылы қабылданбайды, өйткені антиденелер асқазан шек жолында ыдырап кетеді. Сондықтан олар тері астына инъекция түрінде енгізіледі. Әдетте айына 1-2 рет. Жанама әсерлердің негізгі бөлігі инъекция орнына байланысты. Инъекция орнында қызару, ауырсыну, ісіну немесе көгеру, жүйелік реакциялар сирек кездеседі. Бірақ кей науқастарда тұмауға ұқсас симптомдар немесе аллергиялық жауаптар дамуы мүмкін. Ниацин плазма липидтеріне көп жақты әсер ететін препарат. Ол тығыздығы төмен және тығыздығы өте төмен липопротеиндер мен триглицеридтердің деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар тығыздығы жоғары липопротеиндердің деңгейін айқын арттырады. Бұл оны теориялық тұрғыда өте тиімді антиатерогенді препарат етеді. Оның ықтимал механизмдері бірнеше бағытты қамтиды. Бірінші, триглицерид синтезінің азаюы, нәтижесінде тығыздығы өте төмен липопротеиндердің өндірісі төмендейді. Екінші, аполипопротеин А1 ыдырауының тежелуі, бұл тығыздығы жоғары липопротеиндер бөлшектерінің айналымда ұзақ сақталуына әкеледі. Және PPAR гамма белсенділігінің артуы, бұл липид алмасуының реттелуіне қосымша әсер етеді. Препаратты тамақпен бірге қабылдау оның сіңірілуін жақсартады және кейбір жанама әсерлерді аздап жеңілдетеді. Алайда ниацин клиникалық тәжірибеде жиі қолданылмайды, өйткені ол көптеген жанама әсерлер тудырады. Оларға терінің айқын қызаруы және күйдіру сезімі, қышыну, жүрек айну, диарея, бастың ауруы, орталық жүйке жүйесінің бұзылыстары, гепатоуыттылық және глюкоза алмасуының нашарлауы жатады. Кейбір науқастарда жанама әсерлер жеңіл болса, басқа науқастарда клиникалық тұрғыдан айтарлықтай ауыр болуы мүмкін. Сол себепті ниацин қазіргі заманғы гиполипидемиялық терапияда сирек таңдалады және тек ерекше клиникалық жағдайларда ғана қолданылады. Лекция осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.